Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен мясной пирог дайындаймыз. Ең алдымен апарасын дайындап аламыз. Сол үшін бізге 1 стакан жылы су, 1 стакан жылы сүт, дрожжи, қант және тұз қажет. Барлық ингредиенттердің құрамы мен мөлшері описаниеде жазылған. Енді осыны жақсылап араластырып, жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Ол дайын болғанша енді біз начинкасын жасаймыз. Менде міне тауықтың төс еті, картоп және пияз қажет. Кез келген начинка қолдана берсеңіздер болады. Видеода көрсетілгендей 4 бұрышты етіп, кішкентай бөлшектерге бөліп тұрып аламыз. Міне біздің начинкаларымыз дайын. Енді табамызға қызып тұрған сұйық майымызды құйып, осы начинкамызды жақсылап қуырып аламыз. Қалауларыңызша тұз бұрыштарын дәмдеріне қарай сепсеңіздер болады. Және мен дәмдірек болу үшін кішкене 1 ас қасық соевый соус қостым. Видеода көрінмей қалыпты, бірақ ол өз қалауларыңызша. Енді біз тестамызды ары қарай илейміз. Міне біздің апарамыз осылай шариктар болып көтеріледі. Оны ұнға салып, және үстіне жарты стакан сұйық майымызды құйып, тестамызды илейміз. Енді қамырымызды жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Міне қамырымыз біздің көтерілді, дайын болды. Енді тестамызды 2 бөлікке бөліп жайып шығамыз. Пирогтың тестасы жұқа болғанын қаласаңыздар, 2 пирог жасасаңыздар да болады. Тестамызды жайып болған соң, осылай противеньге кішкене ғана май жағып, тестамызды жайып, ішіне начинкамызды салып шығамыз. Енді екінші қамырымызды тура сондай етіп жайып шығасыздар да, жаңағы начинканың бетіне жабамыз. Бетіне осындай 1 жұмыртқаны жағып шығасыздар. Енді пирогымызды 25-30 минутқа 200 градуста қызып тұрған пешке салып пісіріп аламыз. Беті қызарғанша осындай болып пісу керек. Пирогымыз өте дәмді әрі тойымды болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Егер де сіздерге біздің видеоларымыз пайдалы болған болса, ұнаған болса, лайк және комментарий, подписка күтеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.